мен сіздерге бүгін ошибка жіберген үшін жаңағы досмарттан қалай чекті қайтарып алған туралы, чек қате жіберген туралы, досмарттан ақшаны қайтарып алған туралы айтып өтем. Мұны мен жазам дайректіне. Фискальный номер бәрі көрініп тұр. Неге маған отказ бересіздер деп жазып жатырмын. Бәрін скрин жібердім. Сосын сүті де бар, наны да бар, фискальный бәрі көрініп тұр деп жаздым. Жауап бермеді маған. Сосын жазды. Саламатсыз ба, қазір ескереміз, уточним деп жазып жатыр. Хорошо, по вашему чеку да начислят кэшбэк, сумма поступит на баланс деді. Себебі олар қате жіберіп тұрды. Олардың айтып өтейін, жаңағы операторлары жаңадан жұмысқа кіреді да, мен ол жерде бір 3 күн жұмыс істеп көрдім мысалға. Алғатта ошибка деп жібере береді. Мен даже мұны видеоны да жібердім. Вечно отказывайте, пишите, что не оригинал дейді. Қалай ол оригинал чек болмайды, мұны видеоға түсіріп дайректіне жібересіздер. Мен мысалға подружкамды тіркеп бердім да, ол бастапқыда түсінбейді, конечно. Қош дейді да қоя салады. Бетіп жазып қойыпты маған. Ошибка, к сожалению, это чек является дубликатом или же повторен дейді. Қандай повторен болады, мен оны жаңадан сатып алып чек жіберіп жатсам. Бір өтірікті де дұрыстап жазса болады ғой. Еще бұларға жаза бермесең, бұлар ұмытып кетеді. Мен мені қанша жазам бұлардың. Қанша осылай жазам, олар маған ответ береді. Специально сид деп ойлаймын. Специально мы это не делаем дейді. Осылай жазып дайректеріне талап етсеңіздер болады. Міне оларға мен соңғы рет жазғанымда талап еттім да, чтоб маған түсіріп берсіндер. Не ол дұрыс емес сіздердікі деп. 7 мартқа орай мен сізге дұрыстап түсіріп берем дейді. Цифрасы көрінбей қалды, сол үшін отказ жасады деп қояды. Сол осылай түсіртіп алсаңыздар болады.